Ал құрметті көпшілік, екінші республикалық Әлқожаның әндері атты ән байқауы өз мәресіне жетті. Барлық қатысушыларды сахна төріне шақырамыз. Келіңіздер. Бүгінгі кешке қатысқан барлық қатысушыларды сахна төріне шақырамыз. Қатысушылар, барлығын сахнаға шақырамыз. Бүгінгі сайысқа қатысқан өнерпаздарға алғыс хат табыстау үшін мен сыйға тартқан Орамал дүкендер желісінің директоры Әбдіразақ қызы Айшаны ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Барша қатысушылардың рахмет келгеніне. Біздің атымыздан кішігірім сыйлық. Мадақтама, Әлқожаның әндері екінші республикалық ән байқауына қатысып, жоғары деңгейде өнер көрсеткен үшін Мұқашева Аида марапатталады. Шахаева Айжан марапатталады. Бағдаулет Мырзахан марапатталады. Құлжаев Ерлан. Дәл осындай алғыс хатпен Махан Ерасыл марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Серік Кәусәр. Ең жас қатысушымыз. Қошеметтеп отырыңыздар. Совет Әділет. Досбергенова Ләззат. Арай Нұрбай қызы марапатталады. Алуа Бауыржан қызы. Қошеметтеп отырыңыздар біздің өнерпаздарымызды. Бекенова Гүлмира марапатталады. Бүгінгі кештен естелік ретінде барлық қатысушыларға Роза апайымыздың әл кітабын Әсел Айымбет тапсырады. Ал ендеше, бүгінгі сайысты қорытындылау үшін қазылар алқасын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Салтанат ханым, Өмірқұлаға. Қажымұрат аға. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қазылар алқасын ортаға шақырамыз жүлделі орындарды табыстау үшін. Гүлбағыш Бостан. Ал енді құрметті осы жаңағы біздің сахнамызға шығып өнер көрсеткен осындай сайысқа қатысушы мына біздің жастарымыз үшін бір қол шапалақтап қояйық. Бәріңізге рахмет, бізге әсем кеш сыйладыңыздар. Ал енді
сайыс болғаннан кейін бұл бірінші орын бар, бас жүлде бар, екінші, үшінші орын бар. Үшінші орын алған, жаңағы екінші орын алғандар жоғары орындар алуға тырысу керек. Ал жоғары алғандар бітті, біз осындай мәреге жеттік, енді біз бәрін тындырдық деп ойламай, алға қарай өзін ұштастыра беру керек. Енді бәр нәрсе салыстыру арқылы жүреді. Бұл сайыста салыстыру арқылы өтті. Сондықтан да осы жүлделі орындарыңыз құтты болсын. Қазір айтылады кім қандай орын алғанын. Бірақ енді біз жан-жақты қарауға тырыстық. Өйткені көбіңіз көптен, бір-екі адам мысалы көптен ән айтып жүрсе, қазір кезде енді ән айтып қосылып атқандар бар. Сондықтан да енді қосылып атқандар осы үлкен дәрежеге де үшін ынталансын деген орындарды берсе, кейбір бұрыннан айтып жүрген адамдармен қатарласып кетті деп есептемеңіздер. Ал енді осындай кеш, құрметті қауым, бұл жаңа біз жан жақта да айтып жатырмыз, бұндай дүние Розаның ғана қолынан келеді. Қаншама ән шығарып, қаншама жаңағы осы дүлділ әншілерге орындатып, осы халық орындап жүргенде үлкен-үлкен аға апаларымыз дәл осындай кеш өткізген жоқ. Бұл Розаның ең бір үлкен жүректілігі. Осы халық қуанса екен, Розаны ешкім осындай сен өзіңнің композиторлар конкурсыңды өткіз деп ешкім зорлап атқан жоқ. Ешкім осы өткізбедің деп өкпелеп жатқан жоқ. Бірақ Роза ел қуансын, осы жұрт қуансын, марапатқа ие болсын деп, бір елге мереке жасайын деп, осы алдарыңызға шығып, осы Роза қыздарыңыз бәрімізге үлкен осындай қуаныш сыйлап отыр. Розаны өзін шақырақшы мына жерге. Розаның жүрегі кең, өзі қандай әппақ әдемі болса, бұл Розаның жүрегі де дәл осындай әппақ әдемі. Роза, еңбегің жана берсін. Бұл сенің мерекең. Мына келіп отқан конкурсқа қатысушылар да, мұнда отырған залдағы адамдар да бәрі сенмен жүрегі бірге соғып отыр деп ойлаймын. Ал енді осындай әндерің үлкен-үлкен мәрелерге жетіп, үлкен-үлкен сайыстарда жеңістер әкеле берсін. Тек қана енді алға дейміз, Роза. Кім? Өмір қылма. Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі кеш құтты болсын. Розаға рахмет айтамыз. Осында кеш ұйымдастырып, біздің жастарды алды, енді біздің құрдастарымыз жүрген. Сондықтан барлықтарға сәттілік тілеймін. Әлде өнерлеріңіз өсіп, екінші емес, 10-шы, 20-шы Розаның әуендері конкурс жалғаса берсін. Көп-көп рахмет. Кеш жарық, қымбатта қазақтың тағы да бір керемет қара шаңырағына аяқ басып отырған барша ағайын және байқау қатысушылары, бүгінгі қадамдарыңызға гүл бітсін деген тілектен бастайық. Байқау өткізу оңай емес, себебі балалар байқауымен айналысып жүргендіктен, Роза осы саладан кішкене тәжірибең бар ғой деген дәл осындай өтінішпен шақырды мені. Ең бірінші Розаның өзіне рахмет айтқымыз келеді. Бүгінгі күнде байқау өткізу, мынандай тамаша ғимаратты жалға алу, түсіріп жүрген жігіттердің қызметі бар, қаншама көтерілетін шығын бар, өзі Астанада тұрса да, өзінен кейінгі өсіп келе жатқан қыздар мен жігіттерге бір кішкене демеу болсын, қолдау көрсетейін, сахнаны аңсап жүрген қаншама жүректерге кішкентай болса да үміт сыйлайыншы деп ниет етіп отырған, жасап отырған дүниесі. Сондықтан да мен де Салтанат апай сияқты өз атымнан үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бұл мемлекет грант бөліп отырған, немесе тендер бөліп отырған байқау емес. Бұл болмаса қатысушылардан жарна алып отырған байқау емес. Бұның барлығы Розаның тау асып, бел асып, қар кешіп, мұз кешіп жүріп тапқан табысының белгілі бір бөлшегін өзінен кейінгі келе жатқан, өсіп келе жатқан, алыста жүрген, ел ішінде жатқан өнерпаздарға көрсеткен қолдауы деп түсініңіздер. Сондай-ақ осы өнер десе ішкен асын жерге қоятын,
дәл бүгінгі күнге үлкен демеушілік жасап отырған Алмастер брендінің қожайыны, Дала сазы деген ұлт аспаптарын жасайтын Алмас Мұстафа деген азаматқа да үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Алмас мырза бар ма екен? Сондай-ақ Өмірқұл бар, Шешенқұл бар, Қажымұрат Шешенқұл бар, Салтанат апай бар, Аян бар. Мына жақта қазақтың маңдайалды азаматтары дәл бүгінгі күнге қаншама шаруасы болса да соның барлығын ысырып қойып, Розаның осы жасап жатқан дүниесінің шарасының бір бұрышын біз де көтерейік, алыстан келіп жатқан өнерпаздардың қай жақтан қандай өнердің лебеседі екен деп соны бағамдап келіп, өте әділ бағасын қойып, жаңа ғана үлкен Қызылкеңірдек дау болып, әрқайсыңыз үшін күрескен әділ қазылар алқасына да үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Енді байқаудың қатысушылары барлығы бірдей жақсылықпен қайтсын, қоржындары толып қайтсын, көңілдері көтеріліп қайтсын, елдеріне барғанда алдынан күтіп алатын ағайындары бар, және байқау болғасын оза шапқаны бар, қала шапқаны бар, бірі жүрекпен айтса, бірі дауыстың күшімен айтады дегендей, дәл осы параметрлердің барлығын кәсіби музыканттар ескере отырып, тамаша номинациялар ойлап тапты. Салтанат апай, өзіңіз бастап табыстасаңыз. Ал енді осында өнерін көрсетіп, жақсы бір сахна көркі дейтін номинацияға ие болған Досбергенова Ләззатқа тапсырылады. Тағы да екінші сахна көркі деген номинациясымен Бифатима Сәдуақасқызына. Бифатима Сәдуақасқызы. Осы Бифатима Сәдуақасқызына жаңа Жазира асығып тұрды да, осы менің атымнан осы қызға тапсырыңыздар деп, қолынан шешіп мынандай жүзікті ұсынып кетті. Ал енді тағы да сахна көркі деген номинациясымен Мұрзал Шәрбат. Мұрзал Шәрбат. Ал енді тағы да әдемі номинация. Бұның барлығын Розаның өзі ойлап тауып отқан номинациялар. Көркем дауыс номинациясымен Нұрбай қызы Арай. Тағы да осы көркем дауыс номинациясымен Бекенова Гүлмира. Ал енді көрермен көзайымы номинациясымен Бағдаулет Мырзахан. Тағы да осы көрермен көзайымы номинациясымен Серік Каусар. Ал енді балалар кейінде де айтып жүру үшін, мына кісінің қолынан мен бір кездері сыйлық алғам деп мақтаныш тұту үшін, осы 3-ші орын алған балаларға мен өзімнің қасымда тұрған, өзім жақсы көретін інім Өмірқұл Айниязов тапсырсын деп ойлаймын. Ал рахмет, қатырақ қол соғып отырыңыздар. Әлқожаның әндері 2-ші республикалық ән байқауының 3-ші орын иегері Халық Гаухарға қол соғып қойыңыздар. Қошемет, қошемет. Әлқожаның
әндері 2-ші республикалық ән байқауының 3-ші орын иегері Махан Ерасыл. Қол соқ қойыңыздар. Құтты болсын. Осындай 3-ші орынмен Мұхашева Аидаға қол соқ қойыңыздар. Грамотасы қазір жазылып жатыр, келеді. Қол соқ қойыңыздар. Бірақ сыйлығы осы да. Сыйлығы осы ғой. Мына сыйлықты сіздерге мына жабық күтлерді не барып жатыр демеңіздер. Мына Розаның өзінің еңбегімен сатып алып отырған дүниелер ғой, көрсетіп қояйық халыққа. Мынандай керемет гитара бар ішінде. Кәсіби гитара. Ал енді 2-ші орынға ауысамыз. Әлқожаның әндері 2-ші республикалық ән байқауының 2-ші орын иегері Бауыржан қызы Алуа. Қол соқ қойыңыздар. Синтезатор. Телевизор дейді. Қол соқ қойыңыздар. Телевизор. 2-ші орынға өзі телевизор мен синтезатор. Сол үшін жаңа шатасып атқан сол. Кім Өмірқұлдың. Енді мына 2-ші орын иегері Совет Әділет. Осындай синтезатор осы орынның сыйлығы. Қол соқ қойыңыздар. 2-ші орын. Қол соқ қойыңыздар Әділетке. Әлқожаның әндері 2-ші республикалық ән байқауының 1-ші орын жүлдегері Бірінші орын. 1-ші орын Құлжаев Ерлан. Қол соқ қойыңыздар. Құны 200 мың теңге тұратын домбыра. Құлжаев Ерлан, Ақтөбе облысы. Мына домбыраны жаңа Жазира көргенде айтып еді, ой, мен жюри емес қатысушы болғым келіп жатыр деп. Мынандай керемет домбыра. Ал енді қол соқ қойыңыздар. Ең Гран-при аттырақ қол соқ қойыңыздар. Кім алады деп ойлайсыздар? Жаңағы 200 мыңдық домбыра болатын болса, білесіздер, домбыралардың сапасына қарай бағалары да бөлек-бөлек. Сондықтан қазір құны 350 мың теңге тұратын кәсіби домбыра Әлқожаның әндері 2-ші республикалық ән байқауының бас жүлдегері Шахаева Айжан. Қол соқ қойыңыздар. Қошемет. Құтты болсын. Қостанайдан келіп отыр орындаушы. Ал ендігіде ары қарайда конкурстар жалғаса береді деп ойлаймыз. Осы конкурстар 50-ші, 60-шы болып жалғасын. Осы беріліп отырған аспаптарда тамаша композиторлар, тамаша орындаушылар шықсын дейміз. Роза, өзің бір сөз айтасың ба? Келі ғой. Ал енді осы кештің иесі Розаның өзіне сөз. Ал енді барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Оның ішінде мен осы Әділқазылар алқасына тағы да басым биіп рахмет айтамын. Алла тағала сіздерге тек қана бақ берекеден айырмай, әрқайсыңыз деніңіз сау болып, шығармашылықта, өмірде табысқа жете беріңіздер.
бүгінгі кештен естелік ретінде өздеріңізге алғыс хат тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі осы жазушылар одағына, оның басшыларына рахмет айтқымыз келеді. Ұлықбек Есдәулет бастаған. Соның ішінде Бейбіт Сарыбай, бүгінгі әдебиетшілер үйінің директоры, осы кешті өткізуге ат салысқан, бізге қол ұшын берген ақын, жазушы Бейбіт Сарыбай. Рахмет, Бейбіт. Ал енді бүгінгі қазылар алқасына көңілдеріңіз толды ма? Бұл жерде шын мәнінде дауыс бағаланды, оның ішінде жүрек бағаланды. Сол қазылардың әділдігін, дұрыс алуын басты орында қадағалаған. Салтанат Төлегенқызы Айбергеноваға алғыс хат. Орамал том болмайды, жол болады. Біз сыйған тартқан орамалды тағынып жүріңіз. Қай қайсыңыз болса да түсініп отырған шығарыстар, бұл жеке қордан болғандықтан сыйлықтың көлемі аз болғанмен көңіліміз көл көсір. Сондай тағы да алғыс хат қазақтың кешеден көнеден келе жатқан үнін бүгінге жеткізіп жүрген сұрапыл әнші Өмірқұл Айниязовқа. Жеңгемізге арнайы сыйлық. Сіздер қошеметтеп отырыңыздар енді біздің қазыларға. Сол сияқты келесіде мен де Қажымұраттың әндерін өткізейінші деп тұрған менің ақын сазгер досым Қажымұрат Шешенқұлға алғыс хат. Барлығыңыз үйге келіншектеріңізге құрғыл бармаңыздар. Сондай-ақ бүгін жас болса да қазақтың өнерін сараптауға мүмкіндігі жететін, өзі де өнерде ойып тұрып орнын алып жүрген ақын сазгер, айтыскер ақын Аян Сейітовке біз сыйға тартқан орамал. Сол сияқты бүгін қазылар алқасында болып, оның алдында ұйымдастырушылар алқасында болып, біздің тәжірибеміздің жетпеген жерін толтырып, ақыл кеңесін беріп жүрген Гүлбағыш Бостанға. Осы Гүлбағыштың арқасында бүгінгі шара кәсіби деңгейде өтіп жатыр. Сондай-ақ өзі жаңадан келін болса да, орамалды жаңа тақса да, осы барлық қатысушылардың көңілін аулап, осылай сахнаға әдемі қылып шығарып, біздің бәрімізді уақытымен жаңа ұйымдастырып жүрген Әсел Айымбет деген қызға алғыс хат. Алғысымызды білдіреміз. Әсел. Келе ғой. Сізге де бір... Жаңа Ерасыл деген баланы көрдіңіздер, шапаны қандай, домбыра тартқаны қандай, жүрегі қандай, анау-мынау адам көзінің жасына ерік бермейді. Осы Ерасылды баптап, дайындап келген ұстазына алғыс хат бергіміз келеді. Қай жақта екен? Нәлібаева Гүлзия деген кісіге. Сонау Мақтаралдан келіп отыр. Қашықтықтарды есептеп жатырмыз бұл жерде. Алыстан келген қатысушыларымызға әсіресе, оның жетекшілеріне, ата-аналарына, барлықтарына рахмет айтамыз. Сондай-ақ Алмас жаңа кішкене мазасы болмай кетіп қалды. Бүгінгі музыканы баса салыңыз. Бүгінгі қатысушыларға біз арнайы Алмастан домбыра алдық, көрдіңіздер. Бас жүлденің домбырасын Алмастың домбырасы, бірінші орынның домбырасын Алмас өзі демеуші болып беріп жатыр. Осы жерде сөз сөйлеу керек еді, енді кішкене скромный дейді ғой, сондай бір сыпайы жігіт. Сол Алмасқа бергіміз келеді. Алғыс хатты осындағы қыздардың жаңа көркем дауыс, сахна көркі деген номинацияларға беріліп жатқан әдемі күміс сақиналардың, индивидуальный дейді ғой, эксклюзивный сақиналардың, сырғалардың авторы сол Алмас Мұстафа деген жігіт. Жақсылыққа тағыңыздар, жақсы жерлерде жүріңіздер.
Егер біздің байқауымыз сіздерге бір жақсы бастамаға себепкер болса, біз қуаныштымыз. Әрқайсыңызды жақсы көремін, барлықтарыңызға көп рахмет. Ал енді бүгінгі кешті жүргізген Айтуған және Аяулым деген екі аяулы жұпқа, менің сіңілім, інім, арнайы бұл жігіттерге жазылмаған ба алғыс хат? Екеуіне алғыс хат бар. Сосын мен сыйға тартқан орамал береміз. Сосын әрине Аяулымға да осындай күмісті сыйлағымыз келеді. Аяулым, көп рахмет. Музыкамен көркемдеген, бүгінгі кешті ұйымдастырған барлық атсалысқан жандарға рахмет. Қазір осы жерде Әл-Фараби Бекарысұлының кеші болады. Кетпеңіздер, бір шай ішіп келіңіздер. Сондай-ақ Шымкенттен келген Әйгерім, саған көп рахмет. Бүгінгі кешті фотоға түсіріп, естелік ретінде қалдырып жатыр. Әйгерімге алғыс хатын беруді ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Естелікке фотоға түсейік. Құтты болсын жүлделеріңіз.